Халықаралық дәрігерлер ассоциациясы Сыр өңірінің бірқатар медицина қызметкерін ең үлкен марапатқа лайықты деп танды. Соның бірі Шиелі ауданынан Тұрсынай Әбдісадық алтын дәрігер төс белгісімен марапатталды. Денсаулық сақтау қызметкерінің кәсіби мерекесінде құрмет төрінен көрінген абзал жандар туралы тілші бейнематериалында. Сыр өңірінің медицинасы еліміз бойынша алдыңғы қатарда келе жатқан аймақтар қатарында. Білікті мамандары мен соңғы медициналық технологиялары емдеу ісінің жаңа үлгілерін тәжірибеге енгізуде де Қызылорда көш ілгері. Салтанатты кеште облыстың бас дәрігері бұл ретте кәсіби кадрлардың үлесі зор екенін атап өтті. Жас пен кәріге, жалпы адамзаттың бәріне көмек қолын созып, ауруынан айықтырып, жанына дауа, тәніне шипа болардай ем беріп, сөзінің тәттісіменен, көзінің жақсысыменен, науқастың көңілін көтеріп, құлшынысын арттыратын ыстық ықыласыменен өмірге деген үмітін жалғайтын сіздерді бүгін мерекелеріңізбенен тағы да құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сіздердің сипаттаған кәсіптеріңіз жауапкершілігі мол, қиын, әлі де болса жалақысы төмендеу, бірақ рет-ретімен жалақы да көбейеді. Сондықтан да халықтың көп жағдайларда алғысын алып жүрген кәсіптердің иелері. Сондықтан да дендеріңізге саулық тілеймін. Шиелі ауданында ең алғаш құрылған медициналық лазарет бүгінде 1000 жарымнан аса қызметкері бар емдеу мекемесіне айналды. Өткен жылы жаңа ғимаратқа көшкен аудандық аурухана заманауи үлгімен жарақтанды. Бұл өңір мәртебелі мамандар әзірлеуде де көптен озық. 35 жыл бойына туған жерден жырақтамай сүйікті кәсібіне адалдық танытқан айтулы жандардың бірі Тұрсынай Әбдісадық. Ақ халатты абзал жан Шиелі ауданында емдеу ісін ілгерілетуге қосқан үлесі үшін алтын дәрігер төс белгісіне ие болды. Алға қойған мақсатымыз халықтың денсаулығын сақтау, алдын алу, осы жөнінде жұмыс жасадық. Мен өзім емханада бөлім меңгерушісі болып жұмыс жасаймын. 8 аймағым бар. Осы аймақтағы бүкіл халық бізді таниды, сол үшін жұмыс жасаймыз. Сондай-ақ осы кеште білікті қызметі үшін фельдшер Мейірбике жалпы тәжірибелік дәрігер жас мамандарда облыстық денсаулық сақтау басқармасының алғыс хатымен марапатталды. 10 жылдан бері бірінші рет алғыс хат алып, еңбегіміз бағаланып жатыр. Рахмет. Барлық медицина саласында жұмыс істейтін әріптестердің барлықтарын төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Мен осы Шиелі ауданы Бидайкөл дәрілік амбулаториясында жалпы тәжірибелік дәрігер болып қызмет жасаймын. Денсаулық сақтау саласында жастардың көптеп келіп жатыр. Қазіргі таңда олардың да еңбектері еленіп жатыр, оған да көп алғысымды айтамын. Адам еңбегі жоғары бағаланатын біздің қоғамда қай мамандықтың да қадірі бар. Әйтсе де медицина 1000 түрлі кәсіптің ішінде дара. Ақ халатты абзал жандарды бөле жыр айтуда үлкен мән бар. Өйткені адам жанының арашашысы болу көптің қолынан келмейді. Айгүл Қожахова, Аханалиев, Досхан Сәтбай, Қазақстан Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.